Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 111-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться етуді ұмытпаңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтары да шығып отыратын болады. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік сан есім. 35-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да тасқа: «Ей, жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған жол-жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің» дегені деп білемін дейді. Ыбырай Алтынсарин. Енді балалар, бізге астында тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды орындайық. Яғни жолаушылар қай жерде кездесті дейді. Бұлақ қандай екен дейді. Бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр дейді. Одан кейін ақыл сөздің мағынасын топта талқыла дейді. Мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр, бұлардың бір-бірінен өзгешелігі неде деп ойлайсың дейді. Біріншісі, енді бізде жолаушылар қай жерде кездесті дейді. Бізде балалар жолаушылар бір бұлақтың басында кездесті. Келесі екіншісі, бұлақ қандай екен дейді. Бұлақ бізде таза екен. Бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? Бұлақ басындағы таста: «Ей, жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазылған екен. Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Бірінші жолаушы балалар сөздің мағынасын былай түсінеді: «Осы таза бұлақтай қызмет қыл, жалқауланба, үлкейіп, көркейіп, мұратыңа жет» дегенді деп түсінген деп ойлаймын. Келесі, екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр дейді. Екінші жолаушы: «Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе» дегені болса керек деп түсінеді. Ал үшінші жолаушы: «Көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Нешік бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол реуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын» дегеніме деймін деп түсінеді екен. Осылай балалар, дәптерімізге жазып аламыз. Келесі, ақыл сөздің мағынасын топта талқыла. Яғни бізде ақыл сөздің мағынасы бұл жерде: «Осы таза бұлақтай өздерің де таза болыңдар». Бұл жерде сыртқы емес, ішкі тазалықты меңзеп тұр деген ойдамын. Яғни ішкі тазалық бізде, яғни мейірімділік, яғни біреуге жақсылық жасау, соның барлығы бізде ішкі тазалық екен балалар. Келесі балалар, бізде мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр, бұлардың бір-бірінен өзгешелігі неде деп ойлайсың дейді. Бұл жерде балалар қарамен жазылған сөздер 3 және бірінші деген сөздері. 3 сан есімі бұл жерде қанша деген сұраққа жауап береді, ал бірінші сан есімі бізде нешінші деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Олардың бір-бірінен айырмашылығы сұрақтарында болып тұр бұл жерінде. Яғни бірінші деп бізде санның ретін білдіріп тұр екен балалар. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. Яғни 5, 6, 7 деген сияқты. Ал нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. 5-ші, 6-шы, 7-ші деген сияқты. Реттік сан есім есептік сан есімге ыншы, інші, нышы, ніші жұрнақтары жалғану арқылы жасалады екен балалар. Келесі бізде балалар 36-шы жаттығу мәтінді көркем жаз дейді. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Сан есімдерді тап, олардың есептік немесе реттік екенін ажырат дейді. Енді балалар, ең бірінші біз мәтінді әдемілеп көркем етіп дәптерімізге
көшіріп жазып аламыз, иә. Енді бұл жерде балалар 2, 18, 10, 11 деген сөздер ол бізде есептік сан есімдерге жатады екен балалар. Келесі 37-ші жаттығу. Реттік сан есімдерді сөз құрамынан талда дейді. 1-ші, 2-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 9-ші, 30-ші. Реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның екі түрлі нышы, ыншы болу себебін түсіндір дейді. Бірінші балалар, реттік сан есімдерді сөз құрамына талдап алайық, иә. Яғни, балалар біз былай сөз құрамына талдаймыз. Яғни, бірінші сөзінде түбірі 1, оған ініші жұрнағы жалғанып тұр. Екінші түбірі 2, оған ніші жұрнағы жалғанып тұр. 5-ші түбірі 5, оған ініші жұрнағы жалғанып тұр. 6-шы түбірі 6, оған нышы жұрнағы жалғанып тұр. 7-ші түбірі 7, оған ніші жұрнағы жалғанып тұр. 9-шы түбірі 9, оған ыншы деген жұрнақ жалғанып тұр. 30-шы түбірі 30, оған ыншы деген жұрнақ жалғанып тұр дейді. Енді балалар бізге оларға ыншы, інші деген жұрнақтардың әртүрлі жалғану себебін түсіндір дейді. Оның себебі бізде балалар, бізде яғни 6-шы болады, яғни сөздегі жуан дыбыстар бізде, яғни дауысты дыбыстар жуан болатын болса, онда оған жуан дыбысты жұрнақ жалғанады екен. Яғни 6-шы, иә, мысалға 6 сөзінде дауысты дыбыстары, яғни А, Ы дыбыстары бізде жуан дауысты дыбыстар, иә. Сол себепті оған нышы, яғни жуан дауысты дыбысы бар жұрнақ жалғанады екен, иә. Сол сияқты келесі бізде 38-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасынан далада жайылулы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсың дейді. Бұл жерде балалар Жанат былай деп жауап беруі мүмкін, иә. Өйткені далада жаңбыр жауып кетті деп жауап берді деп жазсақ болады балалар. Осымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтары да шығып отыратын болады. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңдар.